Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Бүгін біз осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Pinterest'тен көріп қалдым, маған ұнады. Давайте осы жұмысты қайталап жасап көрейік. Ол үшін квадрат аламыз, осылай. Прямоугольник инструмент аламыз. Айналдырамыз. Қалыңдығын көбейтеміз. Примерно қалыңдығы осындай бола берсін. Мына жерге төртбұрыштау осылай жасап қояйық. Қалыңдығын сәл кішірейтейік. Біз Ctrl-D деп басамыз. Осының бәрін белгілеп аламыз. Біз бәрін разобрать ету керек. Окей деп басамыз. Осыны белгілеп аламыз. Ctrl-G дейміз. Осыны және осы екі элементті белгілеп аламыз да, мына инструмент таңдаймыз. Осылай өшіреміз. Осылай қосып жіберсек болады. Енді былай жасаймыз. Осыны белгілеп аламыз. Мына жерден керек емес элементтерді өшіріп тастаймыз. Бұл мына жерін андай болып тұр. Түсінікті. Және бойынан линия қойып қоямыз. Жерге бойынан линия қойып қою керек екен. Енді осыны қосып қоямыз бәрін. Енді осыны пипеткімен таңдаймыз. Түсін. Артқы фонын осылай қойып қоямыз. Артқы қарай жіберіп жібереміз.
Мінекей достар, осымен біздің жұмысымыз дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз, Құдай қаласа. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.